Петропавлдық тұрғындар 3 аялдама павильонының сынғанын байқап, полицияға хабар берген. Қоғамдық көлік тоқтайтын орындарды қиратқан қаскөйді бірінші қалалық полиция бөлімінің қызметкерлері анықтады. Полицейлер қаскөйлерді анықтау үшін бір апта бойы жұмыс істеген. Түнде қыдыратындардың бұзақылық әрекеті екеніне еш күмән болмаған. Назарға демалыс аймағының бірінде туған күнін атап өткен жас жігіттердің тобы ілікті. Алайда олардың ешқайсысы істегендерін мойындауға асықпады. Қатысымыз жоқ деп ақталды. Бірақ жедел уәкілдер өз болжамдарына растау тапты. Камера мас жас жігіттердің өрескел әрекеттері мен шыны қабырғаларды сындырғандарын тіркеген. Бейнекамералар тексеру барысында ер адамдардың аялдама павильонның шынысын аяқпен теуіп жатқаны анықталды. Жедел іздестіру шаралары барысында Петропавл қаласының 3 тұрғын ұсталды. Олардың екеуі колледж студенттері және біреуі кәмелетке толмаған жасөспірім болып шықты. Петропавл қаласы әкімдігіне қарасты тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің өкілдері тергеу жұмыстарына аялдаманың зақымдалған бөлшектерінің құнын ұсынды. Бір аялдама павильонның жалпы құны 440 мың теңгеден асады. Иду я и сзади кто-то кричит: давайте разбивать остановки. Но я это особо не воспринял всерьез. Услышав после того, как начали разбивать их, и предложили мне. Жігіттерге қатысты міндетті келу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Осылайша таныстарының туған күнін тойлаймыз деп, олар отбасыларына үлкен материалдық және моральдық шығын келтірді.